Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз ерекше, өте дәмді, жұмсақ болып пісетін табаннан пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын мені арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Біздің қолданатын судың орнына бүгін біз пепсиді пайдаланатын боламыз. Бар болғаны осы пепсиден бізге 200 грамм ғана керек болады. Пепсиді ыдысымызға құйып алып, оған тұз бен қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз да, одан соң ашытқымызды саламыз. Ашытқыны салғаннан кейін, мінекей өздеріңіз көргендей көпіршіп реакция болады. Одан кейін сұйық майымызды және де ерітілген сары майымызды құйып, тағы да бір жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды жайлап қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, егерде сіздер бұрын пепсимен нан дайындап көрмесеңіздер, онда дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Біздің нанымыз көтеріліп, әдемі, жұмсақ болып пісетін болады. Және де бар болғаны 1 сағаттың ішінде өте тез көтеріледі. Осылайша бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз көтерілді. Енді табамызға салып, өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеуге болады. Мен пышақтың көмегімен аздап өрнек салдым. Одан соң 10 минутқа қойып тыңдырып қоямыз да, қызып тұрған пешімізде піскенше пісіреміз. Әркімнің пеші әрқалай пісіреді. Менің пешімде 50 минутта өте әдемі қып-қызыл болып пісті. Нанның бетіне жұмыртқа жақпайсыздар, өзі қып-қызыл әдемі болып піседі. Достар, мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.